Қайырлы күн баршаңызға. Алма қосылған дәмді булочкаларды бірге жасайық. Ол үшін бізге қажеті жылы сүт, ашытқы, қант, тұз және де бір жұмыртқа. Үстіне қажетінше ұнды електен өткізіп саламыз. Қажет болған жағдайда үстіне тағы да қосып, араластырып отырып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Мінекей, қамырымыз жұмсақ, әдемі болып иленді. Енді осыны ыдысқа салып, бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Салмасына бізге қажеті алма. Қабығын аршып, осылай турап, ұсақтап, майдалап, тағы да турап аламыз. Үстіне аз мөлшерде қант салып, араластырып қойып қоямыз. Енді қамырын жасауға кірісейік. Барлығын домалақтап, кішілеу етіп, осылай бөліп аламыз. Мінекей бірінші формамыз осындай. Әдемі гүл тәріздес, яғни роза гүліне ұқсайды. Шет-шетін кесіп, барлығын ортасына қарай біріктіреміз. Келесі әдісі, ортасына салмамызды салып, пирожки сияқты түйіп, екі бетін бір-біріне беттестіріп, шет-шетін қайшымен әдемілеп кесіп аламыз. Бұл жапырақ тәрізді, түрі өте ерекше әдемі болып шықты. Келесі әдісіміз ортасын осылай қажетті затпен ыңғайлап аламыз да, үстіне начинкамызды салып, шет-шетін түйіп, гүл тәріздес етіп жасап аламыз. Булочкаларды бұлай әдемі жасауымыздың себебі дастарханның әдемілігін келтіреді. Өзімізге де жегенге жақсы, түрі де дәмі де әдемі болып шығады. Келесі әдістеріміз видеода анық көрсетілген. Барлығын ішіне алманың салмасын салып отырып, дайын салманы түрлі әдіспен осылай әдемілеп түйіп аламыз. Басқа да әдістерді қолданып, өзің жасап көрсеңіз болады. Алма біздің булочкаға әдемі дәм береді. Және де оның ешқандай зияны жоқ. Мінекей, келесі әдістерде осылай барлығын ішіне алманы салып отырып, шет-шетін пышақпен кесіп, әдемілеп аламыз. Барлығы дайын болды. Бетін жұмыртқаның сарысымен осылай жағып шығып, 200 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Мінекей қызарып, әдемі болып булочкаларымыз пісті. Дәмі өте ерекше әдемі. Алма қосылған, дәмі де ерекше дәмді, түрі де тәбет ашарлық болып қызарып пісіп шықты. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Ас болсын.